Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болған түрік тағамы пидені жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Пидені жасауды ең алдымен қамырды ашытудан бастаймыз. Керекті ұнға май, ашытқы, тұз, су араластырып, жақсылап жұмсақ қамырды илеп аламыз. Қамырымыз жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтын болу керек. 1 сағаттарға тұндырып қоямыз. Енді қалған керекті заттарымыздың барлығын блендерден өткізіп аламыз. Бірінші пияз, одан кейін қызанақ, одан кейін болгарский, 2-3 дана чеснок және бізге керекті көкөністерімізді салып, жақсылап бірдей массаға келтіргенше жақсылап блендерімізде араластырып аламыз. Блендерімізде дайын болған массаны үлкен ыдысқа салып, фаршымызбен араластырамыз. Және өзіміздің тәбетімізге қарай қара бұрыш, тұзды саламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі масса дайын болды. Енді қамырымыз ашқан болса, қамырымызды әкеліп жаямыз. Міне қамырымызды ашыпты, оны бірдей 4 бөлікке бөлеміз. Бұл дегені бізде 4 пиде дайын болады деген сөз. Пиделерді осындай сопақша тәрізді етіп жайып шығарамыз. Себебі көрінісі әдемі болып шығады. Дәл осылай қалған 4 бөлікті де сопақша етіп жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін бағанағы фаршты да 4-ке бөліп, бір бөлігін әрқайсысының үстіне салып шығамыз. Және де видеода көріп тұрғандарыңыздай шеттерін өріп шығамыз. Өріп шығуымыздың басты себебі көрінісі өте әдемі болады және де фарштан аққан суымыз сыртқа шығып кетпеуін қамтамасыз етеді. Міне дайын болған пиделерді ыстық пешке саламыз. 200 градуста 40-45 минуттың ішінде осындай әдемі, дәмі өте керемет қытырлақ пиделеріміз дайын болады. Рецепті жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Ас болсын!